Ұсынған 5 халықтық реформа елдің әрі қарайғы дамуының ең тиімді құралы деп біледі батыс қазақстандықтар. 5 айқын бағыт экономикалық дамуға, әлеуметтік жаңғыруға тың серпін бермек. 5 реформаның бір тармағы құқықтық сала, соның ішінде сот жүйесіне арналғаны белгілі. Реформаға сай судьяларды жұмысқа қабылдау талабы күшейіп, инвестициялық сот түрі жұмыс істемек. Бұл бағыттарды жүзеге асыру тетіктері мемлекет құру ісіндегі әрі қарайғы 100 нақты қадам атты ұлт жоспарында жарияланды. Нақтылап осы реформаның бір ретінде қойып отқаны, біріншіден жаңағы мына соттардағы әділеттілікті орнату, әділдік. Екінші, мына соттар саласына істейтін мамандарды, яғни судья кадрларын дайындауға көңіл бөліп, іріктеу жаңа жүйесі өзгереді деген атап өтілді. Сонымен қатар мына инвестициялық сот құру мәселесі, экономикалық арбитраж, яғни төрелік соттардың құру мәселесі көтеріліп отыр. Академик Салық Зимановтың бір сөзі есіме түсіп тұр. Ол соттардың жұмысын жақсарту үшін екі-ақ нәрсе ғана керек деген болатын. Ол біріншіден сапалы заңдар мен білікті маман кадрлар, яғни соттар деп айтқан болады. Ол елбасында осы қойып отқан соттардың алдындағы талабы, саясаты осыған келіп саяды деп есептесек болады.